Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің айтылатын тақырыбымыз TikTok жайлы. Яғни TikTok дегеніміз не, оның қандай түрлері бар, TikTokта қандай бағытта жүргеніміз дұрыс. Жалпы осы туралы болатын болады. Сол үшін де сіздер өздеріңізге барлық жағдайларыңызды жасап, дәптерлеріңізді, блокноттарыңызды алып, дайын отырыңыздар. Мен қазір айтқан сөздерімді ұмытып қалмас үшін жазып отырсаңыздар болады. Олай болса, біз бастаймыз. Жалпы TikTok қытайлық желі болып келеді. TikTokта 15 секундтық, 30 секундтық, 1 минуттық, қазіргі таңда 3 минутқа дейінгі видеоларды түсіріп, музыкалық видеолар түсіріп, біреудің видеоларын қайталау арқылы, жалпы сондай видеоларды түсіріп, жұрттармен бөлісуге арналатын әлеуметтік желі болып келеді. Бұл TikTok басқа да әлеуметтік желілерге қарағанда өте жоғары және де қарқынды дамыған, және де бұл App Store мен Google Play'ден ең көп жүктелген приложение болып табылады. Және де бұл TikTok әлемнің 150 елінде бар екен. Негізінде әлемде 250-дей бір ел бар. Соның 190 бір нәрсесінің тәуелсіздігі бар. Енді ойланып қараңыздар, соның 150-інде TikTok бар деген сөз. Демек, TikToктың қаншалықты дәрежеде дамыған осыдан-ақ түсіне беруге болады. Бұл TikTok Қазақстанда тек қана блогерлік жағынан ғана емес, басқа да эксперттік жағынан, коммерциялық жағынан, бизнеске де, тауар сатуға да жалпы кім қалай пайдаланады, соған өзіндік көмегін тигізіп жатыр. Бірақ әлі бұл TikTokты баспаған адамдар да бар Қазақстанда, оны жақтырмайтын адамдар да бар. Енді жақтырмайтындай да бар. Енді қазіргі кейбір адамдар дұрыс емес видеолар салып кетті, шешініп салып жатыр, боқтап сөйлеп жатыр, бірдеңе қылып жатыр, әйтеуір жұрттардың жаман ойлайтындай бар. Бірақ кім қалай пайдаланады, кім қандай мақсатта көреді, соған сондай пайда береді. Өйткені жаңа айтқанымдай, бұл TikTokта қаншама халық отыр, қаншама ел отыр, ол жерден сіздер өздеріңіздің аудиторияңызды міндетті түрде табасыздар. Енді біз TikToктың жалпы жақсы екенін білдік. Енді ары қарай канал ашуымыз керек дегендей, бұл канал ашпастан бұрын біздегі басты жұмысымыз бар, ол біздегі өзіміздің бағытымызды анықтап алу. Өйткені біз бағытымызды анықтамай жатып, ары қарай өсе алмаймыз. Және де TikToктың алгоритмінде ол жерге әртүрлі видеоларды араластырып салу, ол TikTokта жетістік алып келмейді. Сол үшін де өзіміздің бірінші бағытымызды анықтап алайық, сосын ары қарай жұмысымызды жасаймыз. TikToктың үш негізгі бағыты бар. Біріншісі блогерлік, екіншісі эксперттік, үшіншісі коммерциялық. Енді оларға жеке-жеке тоқталып кетейін. Блогерлік парақшаның артықшылығы қандай? Оның артықшылығы біріншіден подписчикті тез жинай аласыздар. Бір айдың ішінде кәдімгідей 50 мың, 100 мың подписчикті жинап тастай аласыздар. Екіншіден, ол жерде сіздер жарнама арқылы табыс таба аласыздар. Мысалы, бір нәрсені рекламалап, өзіңіздің лицоңызды пайдалану арқылы басқа нәрселерді рекламалап ақша таба аласыздар. Үшіншіден, медиа тұлға атана аласыздар, яғни жеке брендтеріңіз, өзіңіздің брендтеріңізді қалыптастырасыздар. Енді қазіргі таңда танымал болып жатқан адамдар көп қой TikToктан, жақсы жағынан да танымал болып отыр, жаман жағынан да танымал болып отыр. Жалпы солай өзіңіздің лицоңызды қалыптастырасыздар. Төртіншіден, брендтермен жұмыс жасай аласыздар, яғни бір өте жоғарғы дәрежедегі брендтермен, және де киноға түсу бойынша да жалпы сондай жағынан жұмыс жасай аласыздар. Бесіншіден, өздеріңіздің инстаграмдарыңызға тез оқырман, тез подписчик жинай аласыздар. Екінші бағыт бізде эксперттік бағыт. Бұл дегеніміз блогерлік бағыттан, коммерциялық бағыттан ерекше болу керек. Және де бұда сіздер ойын-сауықтар, би, сондай нәрселерді өте сирек қолдануымыз керек. Бірақ бұл жерде эксперттік бағыттарда подписчик өте баяу жүреді, баяу өседі, яғни мысалы блогерлерде бір жылдың ішінде 1 миллионға жетіп жатса, бұл эксперттік бағыттарда бір жылда 100 мың, 200 мыңға дейін ғана жетіп жатады. Бірақ бұл жерде эксперттік бағыттың ерекшелігі бұл неде өзіңіздің монетизацияңыз ертерек айналады, яғни өзіңіздің өніміңізді сатасыз, өзіңіздің тауарларыңызды сатасыз деген сияқты. Үшінші бізде коммерциялық бағыт. Бұл дегеніміз бренд танымалдылығы, яғни брендтермен жұмыс. Мысалы, Dodo Pizza деген сияқты, Алматы құрт деген бар, мысалы, олардың да өздері бір кәдімгідей бренд, сол брендтің жұмыс жасауы, соған көмектесу. Яғни сіздер бұл брендтің TikTok менеджері, TikTok SMM болып саналасыздар. Ол үшін сіздер бәрін жасайсыздар, мысалы, коллаборация жасайсыздар, ол TikTok даму үшін, мысалы, блогерлермен сөйлесіп, оларды қалай реклама жасасам, олармен қалай коллаборация жасаймын, соның барлығын сіздер есептеп, барлығын жазып, солай нәрселер жасайсыздар. Және де таргет жасасаңыздар да болады. Мысалы, таргеттік біліміңіз болатын болса, сол брендке таргет жіберіп, өнімін сату үшін ары қарай өзіңізге процент алып, жалпы солай жұмыс жасай аласыздар. Мінекей, сіздерге бәрі де түсінікті деп ойлаймын. Енді сіздер өздеріңізге керекті, өздеріңіздің бағыттарыңызды анықтап алыңыздар. Оны қалай анықтаймын дейтін болсаңыздар, лажы болса өздеріңізге ұнайтын сүйікті істеріңізді таңдағандарыңыз жөн. Өйткені сіздер шамалы бастағаннан кейін ол істен жалығып, түсіргілеріңіз келмей кетуі мүмкін. Сол үшін де өздеріңізге сүйікті істеріңіз болатын болса,
ары қарай жұмыс жасағандарыңыз, жұмыс жасау сіздерге ыңғайлы, оңай болады. Ал бітті, біз сабақтың соңына жеттік. Олай болса келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.